Балам, біле білсең, ұлы даламыздың бойында талай қатпарланған тарих жатыр. Бұл қасиетті құтты мекен қазақ жері. Біздің кең байтақ еліміз әлемдегі ең ірі мемлекеттердің бірі. Бізбен 5 мемлекет шектеседі. Еліміздің шекарасында Еуропаның 12 елі еркін орналасады. Ал осыдан 500-ден астам жыл бұрын Керей мен Жәнібек бабаларымыз қазақ елінің басын құрап, қазақ хандығын құрды. Көп ұзамай бұл туралы бүкіл әлем білді. Табиғи бай қорлары мен үлкен аумағы бар жаңа мемлекеттің даңқы бүкіл әлемге тез тарады. Еділ үшін егесіп, жайық үшін жандасқан жау жүрек Қабанбай, Наурызбай, Кеде Сары сынды барша бабалардың арманы тек қана азаттық пен бейбіт өмір еді. Халқымыздың тарихы соғыстар мен әскери ерліктермен қоса ата-бабаларымыздан мұра болып қалған аса мол рухани мәдениеттің тарихы. Ұлы дәуір дүниеге ұлы адамдарды, шығыстың ұлы ұстазы Әл-Фараби, Құрманғазының орасан зор ғажайып күйлері, Мағжанның жүрек тебірентерлік мөп-мөлдір асыл лирикасы, Шоқанның барша әлемді таңғалдырған жаңалықтары, Ұлы Абайдың түпсіз терең толғаулары сияқты осынша мол рухани қазыналарды берген. Бірақ халқымыз жанқиярлық пен батылдықтың ең жарқын үлгісін Ұлы Отан соғысы жылдарында көрсетті. Олардың ішінде Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншік Маметова, Рахымжан Қошқарбаев бастаған нағыз қаһармандардың есімдері мәңгі жадымызда. Менің осындай керемет елде дүниеге келгенімнің өзі үлкен мәртебе. Дұрыс айтасың, балам. Қазақстанның басты қазынасы оның халқы. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегінің арқасында елімізде мекен еткен барлық ұлт пен ұлысқа жарасымды татулығымыз бен бірлігіміз бар. Әр елдің болашақ тағдырын айқындайтын тарихи кезеңдері болады. Сондай кезеңдердің бірі Қазақстан Республикасының қастерлі тәуелсіздігіне қол жеткізген күн. Осының бәрін көзінің қарашығындай сақтап өркендету сенің міндетің. Бұл менің қолымнан келе ме, әке? Әрине келеді, балам. Өйткені сенің артында мәдениеті мен тарихы бай ұлан ғайыр қазақ елі тұр. Сен өз ойлағаныңнан да мықтысың. Айбынды бол, төл тарихыңды ұмытпа. Батыр бабаларымыздың есімдерін құрметте. Қазақстанның болашақ тарихы, туған еліңнің болашағы, сенің болашағың тек сенің қолыңда. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ өлеңі.